Сәлем достар, бүгін ерекше квадратты формадағы қызыл барқыт тортын дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін қажетті заттар: ұн, қант, какао, ас содасы, қопсытқыш, айран, жұмыртқа, күнбағыс майы және де қызыл краситель, яғни бояғыш. Ең алдымен ыдысқа құрғақ ингредиенттердің барлығын салуымыз қажет. Яғни ең бірінші ұнды осылай ситыдан өткізіп қосамыз, содан соң оған қантты қосамыз, содан кейін какао, ас содасы және қопсытқышты қосып, барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Мінекей құрғақ ингредиенттер араласып дайын болды. Содан кейін оған жұмыртқаны қосамыз және де айранды қосамыз. Яғни барлық сұйық ингредиенттерді қосамыз және де красительді саламыз. Содан кейін күнбағыс майын қосып, барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Масса біркелкі болғанға дейін барлығын жақсылап миксерлейміз. Мінекей массамыз біркелкі болып дайын болды. Осындай қоюлықта болуы қажет. Содан соң осы коржды пісіретін форманы дайындаймыз. Мен квадратты форманы қолдандым, оның астына фольга жайып, оны противеньнің үстіне қойдым. Содан соң оған осы массаны құйып, оны біркелкі етіп тегістеп, 180 градус қызып тұрған пеште әрқайсысын 20-25 минуттан пісіреміз. Осылай 3 коржды дайындап пісіріп аламыз. 20-25 минут өткен соң, яғни корж піскеннен кейін оны пышақпен жан-жағын осылай ажыратамыз және де форманы алып тастаймыз және оны противеньнен босатып суытуға қоямыз. Осылай 3 коржды да дайындап пісіріп аламыз. Содан соң кремін дайындаймыз. Ол үшін қажетті заттар: сливки, қант және творожный сыр. Ең алдымен салқын сливкиді осылай таза ыдысқа құямыз. Содан соң оған қантты қосамыз. Одан кейін оған творожный сырды қосып, үшеуін жақсылап миксермен араластырамыз. Яғни ол кремнің қоюлығына келетіндей қою крем болып шығуы қажет. Мінекей бірнеше минут бойы үшеуін араластырдық. Біздің крем дайын болды. Қоюлығы осындай болуы қажет. Содан соң дайын тұрған, суып тұрған корждардың бетінен осындай артық төмпешікті болып тұрған жерлерін кесіп алып тастаймыз. Яғни ол соңында бізге тортты сәндеу үшін қажет болады. Содан соң тортты жинауға кірісеміз. Ол үшін подложкаға квадратты форманы қоямыз және де бір коржды қойып, одан кейін крем жағамыз. Крем 2 бөлікке бөліп, ровно етіп жақсаңыз болады. Яғни бірінші бір жарты бөлігін жағып, оны тегістеп дайындап аламыз. Содан кейін қайтадан екінші коржды үстіне орналастырамыз. Содан соң қалған кремнің барлығын жағамыз және де оны да жақсылап тегістейміз. Және кішкене крем алып қалсаңыз болады, ол қазір сыртына жағуға керек болады. Содан кейін үшінші коржды қойып, квадратты форманы алып тастаймыз. Содан кейін қалған жаңаға кішкене кремді осылай тегістеп жағып шығамыз. Сонан соң мына сәндеу үшін қажет деп алып қалған корждың бөлшектерін осындай етіп ұсақтап аламыз. Мен оны теркадан өткізіп ұсақтадым. Содан кейін торттың бетін сәндеуге кірісеміз. Бірінші жоғары бөлігіне осылай сеуіп шығамыз. Содан кейін жандарына осындай крем түзейтіннің көмегімен, яғни осындай пластиктің көмегімен жан жақтарын да тегістеп шықсаңыз болады. Мінекей барлық бөлігін қаптаймыз. Содан кейін қалауыңызша тортты сәндесеңіз болады. Мен оның бетіне малина қойдым және де ортасына сгущенка жағып сәндедім. Сіз өз қалауыңызша әдемілесеңіз болады. Содан кейін мен оның бетіне домалақ осындай ақ посыпкаларды септім. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Баршаңызға дайындауға кеңес берем.